Алманың 7 пайдалы қасиеті. Алма қанды қалпына келтіреді. Ол темірге бай. Алманы үнемі тұтыну гемоглобин деңгейін жоғарылатады. Алма анемия кезінде және де көп қан жоғалтқанда пайдалы. Сонымен қатар алма гипертониялық науқастарға ұсынылады. Алма денеден артық тұз бен суды шығару арқылы қан қысымын төмендетуі мүмкін. Гипертониямен ауыратындарға күн сайын таңертең кем дегенде бір тәтті немесе бір қышқыл алма жеу керек, немесе тамақтанудан 1 сағат бұрын жасыл алма немесе жасыл алманың шырынын ішу керек. Алма уланудан пайдалы. Оны өсімдік жасушалары табиғи сорбент болып табылады, сондықтан уды организмнен жақсы шығарады. Алма ас қорытуды жақсартады, өйткені құрамында қажетті органикалық қышқылдар бар. Алма сізге артық салмақтан арылуға көмектеседі. Алманың калория мөлшері өте төмен. Егер ол жаңа піскен және пісірілген болса, -1 100 граммында сәйкесінше 47 және 66 кал. Алмада май жоқ, бірақ сізге ыстылық сезімін бере алатын көмірсулар бар.